Немене? Тағы да тегін асым ішуге келдіңіздер ме? Кім төлейді мұның бәрін? Деп айқайладым. Мен қақпа алдындағы циркті көріп. Енем қарқылдап күліп, маған шағымдану үшін ұлына қоңырау шалды. Ол ұлының әдеттегідей өзін жақтайтынына сенімдеді. Бірақ бұл жолы дауыс зорайтқыш оны масқара етті. Барлық туыстар естіген сөз оларды сол жерден құйыннан бетер жылдам қашуға мәжбүр етті. Әділдік орнаған грандиозды жанжал. Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Арнама қош келдіңіздер. Сіздерге өмірден алынған жаңа әсерлі оқиғаны ұсынамын. Қаланың қақ ортасындағы алтын квадраттағы 3 бөлмелі пәтер отбасылық бақыттың мекені болуы тиіс еді. Бірақ ол нағыз тозаққа айналды. Айгерім ас үйге қарап тұрып, дәрменсіздіктен ішінің удай ашығанын сезді. Туыстардың кезекті шабуылынан кейін ас үй соғыс алаңына ұқсап қалған. Раковинада таудай үйілген майлы ыдыс аяқ. Қазазанда қалған еттің майы қатып қалған. Ал тоңазытқыш шегіртке жайлағандай тап-таза. Кеше ғана ол 2 аптаға жететін азық-түлікке лық толы еді. Айгерім таңғы сағат 5-те тұрып, жұмысқа дейін үлгеру үшін Магнумға барған болатын. Соңғы ақшасын қазы картаға, ірімшік пен жеміс жидекке жұмсады. Олжас екеуі осы демалыста үйде тыныш отырып, кино көріп, шай ішіп, сырласамыз деп армандаған еді. Бірақ ол арманы көзден бұлбұл ұшты. Сенбі күні түскі сағат 12:00-де сөз байласып алғандай, есік қоңырауы үздіксіз шырылдай бастады. Бірінші болып марқұм қайынатасының қарындасы Күләш тәте 2 немересімен кіріп келді. Оның артынша Олжастың бөлесі Қайрат әйелімен және 1 жасар қызымен жетті. Сағат 3-ке қарай пәтердің іші у-шу, базарға айналды. Айгерім қызым, тоңазытқышта бауырсақ немесе қалған құтқан жоқ па? Деп сұрады Күләш тәте тоңазытқышта ақтарып жатып. Жолдан келдік. Балалар аш, ет асып жіберсең қайтеді. Мам, бұларда Wi-Fi бар ма? Деп қыңқылдады үлкен немересі телефоннан баса алмай. Айгерім, сендерде кездейсоқ пампер жоқ па? Деп айқайлады. Төргі бөлмеден Қайраттың әйелі. Біз үйде ұмытып кетіппіз. Айгерім ас үй мен қонақ бөлмесінің арасында зыр жүгіріп жүр. Дастарқан жайды, шай құйды, тамақ жылытты, босаған ыдысты тасыды. Ал Олжас болса, еркектермен бірге диванда шалқайып, футбол талқылап отыр. Болып жатқан жағдай оған мүлдем қатысы жоқ сияқты. Кейде әйеліне кінәлі көзқараспен қарап қояды, бірақ орнынан қозғалмайды. Содан кейін сахнаға басты кейіпкер шықты. Раушан Зейнолла қызы. Бұл жын ойнақтың басты қожайыны. Жасы 58-де болса да, өзін күткен, шашы мінсіз жасалған. Көзқарасымен адамды мұз қылып қатыратын айбарлы әйел. Ол пәтерге әскерін тексеруге келген генералдай кірді. Дастарқан басында отырған туыстарға падишадай көз тастап, риза кейіппен бас изеді. Міне, керемет. Барлық туған туыс жиналып қапсындар ғой, деді ол, қымбат пальтосын шешіп жатып. Айгерім, мұны шкафқа іл және терезелерді ашшы. Үйдің іші қапырық қой, ауа жетпейді. Айгерім жұдырығын түйді, бірақ үндеместен пальтоны алды. Раушан Зейнолла қызмен дауласу, отқа май қиғанмен енесі кез келген ұсақ түйектен үлкен жаңжал шығарып, артынша ұлына «Сенің әйелің оңбаған» деп, 1 апта бойы миын жейтін. Олжас, балам. Раушан Зейнолла қызы ұлының жанына отырып, иығынан сипады. Жұмысың қалай? Көп шаршап жүрген жоқсың ба? Сенің бала кезінен жүрегің әлсіз екенін білесің ғой. Айгерім мырс етті. Қайдағы әлсіз жүрек? Олжас бұққадай сап-сау жігіт. Аптасына 3 рет жаттығу залына барады. Бірақ анасы ойдан шығарылған бір ауруды меңзесе болды. 30-дағы дәу жігіт бір сәтте момын балақайға айналып шыға келеді. Бәр жақсы, мама, Олжас жымиды. Жобаны аяқтап жатырмыз, сыйақы береміз деді. Жарайсың қолным, ал сен Айгерім? Енесі келініне соқ жымиып қарады.
Өңің қашып кетіпті ғой. Тағы да сол акымақ диеталарында отырсын ба? Анорексия болып қалма, қарағым. Мен ешқандай диетада отырған жоқпын, деді Айгерім тісін тісіне басып. Я, әрине. Онда неге түрім жүдеу? Раушан Зейнолла қызы білгішсініп басын шайқады. Біздің кезімізде әйелдер өзіне басқаша қарайтын, бетінен қаны тамып тұратын, дене бітімі де келісті болатын. Ал қазіргілерше тері мен сүйек қана. Күләш тәте қостап, сықылықтап күлді. Қайраттың әйелі естімегенсіп табағына үңілді. Олжас үндемеді. Зейін қойып, салат жеп отырған түр танытты. Айгерімнің іші қайнап бара жатты. Жүдеу дейме. Ол шаршағаннан құлап қалуға шақ жүреді. Сақтандыру компаниясында таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс істейді. Одан кейін түнге дейін үйде отырып, шағын фирманың есебін жүргізеді. Себебі Олжастың жалақысы ештеңеге жетпейді. Әсіресе оның жартысы анасының еркелігіне кететінін ескерсек. Раушан Зейнолла қызы ұлының ақшасына қымбат заттар алғанды жақсы көретін. Біресе ескісі тозды деп жаңа күндіз-тон, шуба алдырады. Біресе 200 мың теңгеге арқаға арналған массажер керек болады. Немесе Сарыағашқа емделуге жолдама сұрайды. Олжас жоқ дей алмайтын, дәлірек айтсақ, анасынан қорқатын. Ал ең қатты ашуды келтіретіні осы пәтер. Қаланың орталығындағы осы 3 бөлмелі пәтер бар бәленің басы болды. Бұл үй Олжасқақа әкесінен мұраға қалған. Болат аға ұлы 28-ге келгенде инфаркттан қайтыс болған еді. Өмір бойы әйелінің қабағына қарап өткен момын кісі өсиетінде қысқа ғана. Барлық мүлкімді құлым Олжасқа қалдырамын, деп жазып кеткен. Бірақ Раушан Зейнолла қызы мұны өзінше қабылдады. Пәтер марқұм күйеуінен қалғандықтан, оған келіннен гөрі, тіпті ұлынан да гөрі көбірек құқығы бар деп санады. Содан басталды. Олжашын, жексенбіде Ғалияның отбасын шақырайықшы, деді енесі, табақтағы қиярды талғап жеп отырып. Көрмегелі қай заман, балалар да өсіп қалған шығар. Ғалия Раушан Зейнолла қызының сіңлісі. Күйеуі және 3 баласы бар. Кенжесі 8-де, үлкені 15-те. Нағыз бұзықтар. 1 сағаттың ішінде үйді төңкеріп тастайтын балалар. Мама, мүмкін келесі жолы, деп күміжіді Олжас. Айгерім екеуміз жоспарлап қойып едік. Не жоспарладыңдар? Раушан Зейнолла қызы қабағын көтерді. Тағы да сол сауда орталықтарын аралап, босқа ақша шашасыңдар ма? Немесе киноға барасыңдар ма? Олжас, отбасы деген ойын сауықтан маңызды. Мұны мен емес, марқұм әкең де солай айтып отыратын. Міне, бұл оның басты қаруы. Марқұм әкесін еске алу әрқашан мінсіз жұмыс істейтін. Олжас бірден басылып, келсе кететін. Жарайды, мама. Шақыра бер, деп күрсінді ол. Айгерім қолындағы тәрелкені қабырғаға ұрып жібермеу үшін өзін әрең ұстады. Тағы да базар аралау. Тағы да таңнан кешке дейін қазан ошақ басында тұру. Тағы да май болған дастарқан мен үйілген ыдыс. Мүмкін Раушан апайдың үйіне жиналармыз, деді Айгерім байқамай. О кісінің де пәтер жаман емес қой. Бөлме іші сілтідей тынды. Раушан Зейнолла қызы басын баяу бұрып, келініне қарады. Айгерім бұл суық көз қарастан тоңып кеткендей болды. Менде қаланың шетіндегі 1 бөлмелі ескі пәтер ғой, деді енесі тістеніп. Ол жерге 4 адам әрең сияды. Ал мұнда қарашы, қандай кең. 3 бөлме, ас үйі де үлкен. Марқұм Болат. Иманы жылдас болсын. Отбасымыз лайықты жерде бас қоссын деп, осы үйді алып еді ғой. Бірақ бұл біздің үйіміз ғой, деді Айгерім даусы дірілдеп. Біз мұнда тұрамыз. Сендердің? Раушан Зейнолла қызы мырс етті. Айналайын-ау. Бұл пәтер Олжасқа туған әкесінен, біздің әулеттен қалған. Ал сен кімсің? 2 жыл болды келін болғаныңа. Сәл қарапайым болсан қайтер еді. Үстел басында ыңғайсыз сыбыр басталды. Туыстар бір-біріне қарап қояды, бірақ үндемейді.
Бәрі әңгіменің қайда бара жатқанын түсінді, бірақ араласуға батпады. Олжас қабағын түйді, бірақ ләм-мим демеді. Мен туыстарға қарсы емеспін, деді Әйгерім мақталуға тырысып. Тек алдын ала ескертсеңіздер дұрыс болар еді. Ескерту? Раушан Зейнолла қызы орындығына шалқайды. Біз бір отбасымыз ғой. Қандай ескерту? Күләш, сіздер бөтен емессіздер ғой, солай ма? Әрине бөтен емеспіз, деп Күләш тәте асып-сасып жауап берді. Біз өз адамымыз ғой, қашанда солай болған. Көрдің бе? Енесі Әйгерімге жеңімпаз кейіппен қарады. Ал сен бірдеңе ойлап табасың. Сірә, сенің төркініңде туысты сыйлау деген жоқ шығар. Әйгерім ернін тістеді. Оның туыстары шынымен аз еді. 22 жасында ата-анасынан айырылып жетім қалған. Тек Новосибирскідегі бөлесі мен Германиядағы ағасы ғана бар. Олармен 3 жылда бір көрісіседі. Раушан Зейнолла қызы мұны жақсы білетін, және оңтайлы сәтте үнемі бетіне басатын. Менің отбасым шағын, деді Әйгерім байсалды дауыспен. Бірақ бұл мен үлкен әулетке қарсымын деген сөз емес. Әрине, деп мысқылдады енес. Бірақ неге екені белгісіз. Бізге қонақ келсе, сенің түрің бұзылып кетеді. Бізге. Міне, Раушан Зейнолла қызы үнемі осылай сөйлейтін. Бізге қонақ келді. Біздің пәтер. Әйгерім бұл үйде кез келген уақытта қуылып шығуы мүмкін, уақытша тұрғын сияқты сезінетін. Түскі ас дәстүрлі түрде аяқталды. Ерлер қонақ бөлмеге алысты. Әйелдер балалармен айналысты. Ал Әйгерім үстел жинауға қалды. Раушан Зейнолла қызы әрине көмектесуді ойына далған жоқ. Ол Олжастың сүйікті креслосына жайғасып, бұйрық бере бастады. Әйгерім, менің кесемді бөлек жууды ұмытпа. Ыдыс жуатын сұйықтықтың иісін жақтырмаймын. Және майлықтарды ауыстыр. Мыналар кірлеп қалыпты. Айтпақшы, томастықштан бір түрлі иіс шығады. Бірдеңе бұзылып кеткен жоқ па? Әйгерім үндеместен тәрелкелерді, қасықтарды, стақандарды тасты. Раковинада 12 адамнан қалған ыдыстау болып иілді. Күләш тәте ара-тұра ас үйге бас сұғып, көмектесетін түр танытқанмен, әр жолы бір сылтау тауып кететін. Ой, Әйгерімжан, ренжі көрме, деді ол. Ақыры негізгі жұмыс біткенде жанына келіп. Раушанның мінезі ауырлау екенін білесің ғой. Бірақ өзі негізі ақ көңіл. Тек Олжасты уайымдайды. Уайымдайдымыз. Әсіресе ұлының жалақысын өзінің қалауына жұмсатқанда. Немесе күнде хабарласпаса истерика шығарғанда. Болмаса келінін жамандағанда қатты уайымдайды. Қонақтар кешкі сағат 9-да әрең тарады. Олжас соңғы тәрелкелерді ас үйге әкеліп диванға құлады. Итте шаршадым, деп шағымданды ол. Жұмыста тығыз шаруалар. Оның үстіне мынау. Ертеңге Ғалияның отбасын шақыруға неге келістің? Әйгерім жанына отырып, ашуын әрең тежеді. Не істей аламын? Олжас қолын жайды. Мамам сұрап тұр ғой. Жоқ деймін бе? Жоқ дей аласың. Сен ересек адамсың, өз отбасың бар. Әйгерім, қойшы, деп ол маңдайын уқалады. Менде бір ғана ана бар. Ол көп нәрсе сұрап тұрған жоқ қой. Көп нәрсе емес. Әйгерім тілін тістеді. Соңғы бір айдың өзінде ғана аналық қажеттіліктерге қыруар қаржы кетті. 80 000 теңгеге арқаға арналған массажер, косметологқа 40 000 теңге, 130 000 теңгеге жаңа сөмке, және әрқайсысы кемінде 30 000 теңгеге түсетін бітпейтін отбасылық отырыстар. Олжас, мен 2 жерде жұмыс істеймін, деді Әйгерім даусы дірілдеп. Таңғы 6-да тұрып, түн ортасына жатамын. Ал демалыс күндері сен өні пір туыстарына тамақ пісірумен өтеді. Мүмкін жетер енді? Не ұсынып тұрсың? Мамамды қуып жіберейін бе? Маған анамның керегі жоқ деп айтайын ба? Менің айтпағым, кейде жоқ деп айтуды үйрен. Тым болмаса, әйелінің пікірімен санас. Олжас төбеге қарап үнсіз қалды. Әйгерім оның анасының үздіксіз қысымынан әбден шаршағанын көріп тұрды.
Бірақ жоқ деп айтуға батылы жетпейтін. Жанжалдан, көз жасынан, туған анаң сыйламайсың деген айыптаудан өлерде қорқатын. Сөйлесіп көремін деп күмінжіді ол ақыры. Бірақ оның қандай адам екенін білесің ғой. Біледі. Раушан Зейнолла қызы дегеніне жетпей қоймайтын әйелдерден. Көз жасы, айқай шу, эмоционалды бопсалау, бәрі іске қосылады. Ал басты көзірі, бүкіл өмірімді ұлыма арнадым, жеке бақытымды құрбан еттім. Енді қартайғанда құрмет күтемін дегенді үздіксіз қайталау. Қартайған дейтінде емес, 58 жаста. Күтімі келіскен әдемі әйел. Тіпті жеке өмірін құрса да жарасар еді. Бірақ қол бала, ұлы мен момын келіні тұрғанда, оның не керегі бар? Келесі күні бәрі қайтананды. Ғалия тәте Раушанның сіңлісі отбасы мен үлкен ұлының 2 досын ертіп жетіп келді. Айгерім таң атқаннан пештің қасында. Котлет қуырып, бош емес, кеспе көже пісіріп, салат тура бәлек. Азық-түлікке 15 000 теңге кетті. Жалақыға дейінгі соңғы ақша еді. Үйлерің жаман емес екен, деді Ғалия істерге жайғасып жатып, жан жағына сұқтана қарап. Ремонтты қашан жасадыңдар? 2 жыл бұрын, деп жауап берді Олжас. Пәтерді өз атыма аударған кезде. Мұрагерлік жылым болыпты, деп күрсінді Ғалия. Ал біз әлі бір бөлмелі пәтердің ипотекасын төлеп жүрміз. Раушан әпкем қандай дана. Бұл пәтердің әулеттің бас қосатын орны болуы керектігін бірден түсінген ғой. Айгерім қолындағы табанын түсіріп ала жаздады. Демек, мұны Раушан Зейнолла қызы түсінген, ал Олжас екеуі. Сөйтсе, оның дана шешімдерін орындаушылар ғана екен ғой. Кешке қарай төзім таусылды. Ғалияның балалары қонақ бөлмедегі вазаны сындырып, диванға шырын төгіп, ваннада су тасты білгерді. Ал үлкендер ештеңе болмағандай әңгіме дүкен құрып отырды. Ол балалар ғой, деді Ғалия. Айгерім 4-ші рет дәретхана алдындағы суды сүртіп жатқанда кекесінмен. Бұлардан не сұрайсың? Я, балалардан не сұрайсың? Ал олардың анасынан тым болмаса балаларына ие болуды сұрауға болар еді ғой. Бірақ бәрін жуып, шайып, тазалайтын Айгерім, тәтесі барда оның не қажеті бар? Кеште қонақтарды шығарып салған соң, Айгерім киімін де шешпестен төсекке құлады. Босық еттері сырқырап, басы солқылдап барады. Ертең тағы жұмыс, таңнан кешке дейін кеңсе, сосын неге келіп тамақ пісіру, кір жуу, жинау. Мүмкін демалысқа бір жаққа барып келерміз, деді Олжас жанына жатып. Әбден шаршап кеттің ғой. Қай ақшаға? Деп сұрады Айгерім әлсіз дауыспен. Есеп шотта 20 000 теңге қалды. Жалақыға әлі 2 апта бар. Мамамнан қарыз сұрап көреміз. Мамамнан сұраймыз. Айгерім көзін жұмды. Я, олар Раушан Зейнолла қызынан демалысқа ақша сұрайды. Ал ол рахаттана отырып қарыз береді. Артынша. Үнемдей білмейсіңдер. Ақшаны оңды, солды шашасыңдар деп ұзақ лекция оқиды. Сосын сол қарызды үнемі бетке басып, қысым көрсету құралына айналдырады. Жоқ, болды. Бірдеңені өзгерту керек. Кез арада. Дүйсенбі күні таңғы 7:00-де үй телефоны шыр етті. Айгерім енді ғана кофесін ішіп үлгерген еді. Олжашан, бұл мамаң ғой, деді тұтқадан Раушан Зейнолла қызының сергек даусы. Тұрдың ба? Мен ойлап едім. Сәрсенбі күні жиналсақ қайтеді? Ержан мен Ләзатты көрмегелі біраз болды. Ержан мен Ләзат марқұм қайынатасының інісі мен оның әйелі. Өздері момын адамдар болғанымен 3 баласы бар және қонаққа келсе ұзақ отыратын әдеттері бар. Әсіресе Ләзат біреудің мәселесін талқылағанды және баласы жоқтарға ақыл айтқанды жаны сүйетін. Мама, мүмкін керек емес шығар? Олжас әйеліне кінәлі көзбен қарады. Кеше ғана қонақ болды ғой. Керек емес қалай? Тұтқадағы дауыс бірден өзгеріп, темірдей қатты шықты. Ержан жұмыстан ерте сұранып жатыр. Олар кездесуге қуанып отыр.
Әлде сен туыстарды ауыртпалық көресің бе? Жоқ, әрине, Олжас беріле салды. Жарайды, шақыра бер. Әйгерім кесесін үстелге қатты қойғаны сонша, кофе дастарқанға шашылып кетті. Олжас оған жалтақтап қарап, әңгімені тез аяқтады. Әйгерім, енді не істейін? Ол күйеуіне бұрылды. Мен сенің бітпейтін туыстарыңды тамақтандыру үшін күні-түні жұмыс істеймін. Ал сен әйелінің бұған қалай қарайтынын сұрауға да жарамайсың ба? Бірақ бұл отбасы ғой. Отбасы бұл сен және мен. Әйгерімнің даусы қатты шығып кетті. Ал мынау менің мойныма мініп алған арам тамақтар тобыры. Шашадым бәрінен. Олжас қабағын түйді. Ол әйелінің дауыс көтергенін, әсіресе таңертеңгісін жақтырмайтын. Жұмыстағы стресс те жетіп артылатын. Менің туыстарымды тобыр деме, және сені ешкім күштеп тамақ пісіртпейді. Солай ма? Егер мен пісірмесем, сенің мамочкаң не дейді? Олжастың әйелі дұрыс емес. Келін бола алмай жатыр дейді ме? Мамочка, Олжас түрін тыржытты. Оның мінезі ауыр екенін білесің ғой. Бірақ негізі жақсы адам. Негізі жақсы адам. Әйгерім бұл сөзді 100 рет естіген шығар. Раушан Зейнолла қызы кезекті концертін қойған сайын, Олжас осылай ақталатын. Мінезі ауыр, бірақ іші жақсы. Сәрсенбі күні кешке Әйгерім жұмыстан әрең жетті. Күн сұмдық ауыр болды. 90-дық есеп тапсырып жатыр еді. 2 клиент шу шығарды. Бас есепші құжаттан қате тауып, бәрін қайта жаздырды. Ал үйде 6 адамға арналған кешкі ас күтіп тұр. Ол дүкеннен ауыр пакеттерді сүйреп келе жатып, шығынды есептеді. Ет, балық, көкөніс, жеміс, торт, 25 000 теңгеге жуық ақша кетті. Оның үстіне қонатын қонақтарға таңғы ас қамын ойлау керек. Әйгерімжан! Есік алдынан Раушан Зейнолла қызы құшағын жая қарсы алды. Келгенің қандай жақсы болды. Біз жиналып қойдық. Күтіп отырмыз. Күтеді. Әрине күтеді. Тап-таза қонақ бөлмеде жайғасып алып, соңғы жаңалықтарды талқылап отыр. Ал үй иесі азық-түлік тасып, ас дайындасын. Қайырлы кеш, деді Әйгерім, суық қана амандасып, пакеттерді ас үйге алып кетті. Ой, неге сонша тырымсаңқы? Деді Ләззат пакеттерге қызға үңіліп. Жұмыс шаршатып жіберді ме? Басқа жұмысқа ауыспайсың ба? Жекенді құртқанша. Ауысар едім, бірақ немен күн көреміз? Олжастың жалақысы коммуналдық төлем мен анасының еркелігіне әрең жетеді. Бірақ мұны Ләззатқа түсіндіріп, әуре болудың қажеті жоқ. Бәрібір ұқпайды. Жұмыс болған соң шаршайсың, деді Әйгерім құсқа қайырып. Заттарды шығара бастады. Мен Ержанға үнемі айтамын. Ақша аз болса да, денсаулық маңызды, жеке керек деп. Дегенмен әрине, отбасы шағын болса, тәуекел етуге болады ғой. Отбасы шағын. Жанды жерге тиген кезекті ине. Ләззат Әйгерім мен Олжастың баласы жоқ екенін жақсы біледі. Және мұны үнемі еске салып отырады. Одан да дастарқан жаюға көмектесіп жіберсеңізші, деді Әйгерім картоп аршуға кірісіп. Ой, әрине. Ләззат қолын бір сермеді. Қазір, мен алдымен балаларда хабар алайын. Қараусыз қалды ғой. Сосын бірден көмектесемін. Балалар болса үй ішінде құтырып қоласпақ ойнап жүрген. Кенжесі 7 жасар Данияр жатын бөлмедегі торшерді құлатып, диван жастықтарын шашып тастапты. Ортаншысы 9 жасар аяулым аппақ былғары диванға отырып алып, блокнотқа сурет салып жатыр. Әйгерім оның тазалығымен қоштасып та үлгерді. Ал үлкені 13 жасар Әли рұқсатсыз жатын бөлмеге кіріп, PlayStation қосып, даусын бар көлем шығарып қойған. Ең қызығы дастарқан басында басталды. Раушан Зейнолла қызы әдеттегідей тамада рөлін алып, қонақтарды отбасылық әңгімелермен сусындата бастады. Олжастың кішкентай кезінде тізесін жарып алғаны естерінде ме? Ол ұлына мейірлене қарады. Мен сонда қатты қорықтым. Жарты түн травм пунктте отырдық. Ал ол жылаған да жоқ.
Нағыз ер жігіт болып өсті ғой. Иә, есімде, деп қостады Ләззат. Мектепте де үздік оқыды емес пе? Алтын белгі алған ғой. Әрине. Раушан Зейнолла қызы жадырап кетті. Институтқа да қинамай түсті. Менің ақылдым, одан бірдене шығатын білгенмін. Ержан сырасын ұрттап, басын изеп отыр. Балалар тарелкелерін шұқылап, арасында бір-бірін түртіп қояды. Айгерім үнсіз тамақ жеп, өзін бұл отбасылық мерекеде бөтен сезінді. Ал Айгерім ше? Ол да алтын белгі алған ба? Деп сұрады Ләззат. Қызыл диплом, деп қысқа қайырды Айгерім. Мектепте үздік аттестат болғанын айтпай-ақ қойды. Қызыл диплом да жаман емес, деді Раушан Зейнолла қызы менсінбей. Дегенмен алтын белгі емес қой. Ештеңе етпейді, бәрі бірдей үздік бола алмайды. Бәрі бірдей үздік бола алмайдымыз. Айгерімнің университетті қызыл дипломмен бітіріп, беделді сақтандыру компаниясында жақсы қызметте істейтіні ешкімді қызықтырмайтын сияқты. Бастысы, оның алтын белгісі жоқ. Ал Олжаста бар. Айтпақшы, сәби сүюді қашан жоспарлап отырсыңдар? Ләззат сыбырлағандай болып жақындай түсті. Уақыт өтіп барады ғой. Айгерім тістеніп қалды. Міне, басты сұрақ. Туыстармен әр кездесуде міндетті түрде айтылатын тақырып. Бұйырған күні, деді ол құрғақ. Неге бұйырмай жатыр? Ләззат жаны ашыған түр танытты. Мүмкін дәрігерге қараларсың? Біздің емханаға жақсы гинеколог келіпті. Ләззат, біреудің шаруасына араласпашы, деп Ержан күн кетті. Ой, қойшы, қандай бөтен шаруа? Әйелі қолын сермеді. Біз бір отбасымыз ғой. Оның үстіне Раушан тәтем немере күтіп жүр. Бәрі енесіне қарады. Ол шайын қасықпен баяу араластырып, тас мүсіндей отыр. Мен ешкімді қинамаймын, деді ол мұзға бергісіз дауыспен. Әркімнің өз басымдығы бар. Біреуге мансап, карьера маңызды. Біреуге ойын сауық, ал біреуге отбасылық борыш. Отбасылық борыш. Айгерімнің қаны басына шапты. Демек, бала туу борыш екен ғой. Немере күтіп отырған енесінің алдындағы міндеттеме. Раушан Зейнолла қызы. Бала, ерлі зайыптылардың жеке шаруасы, деп қарсыласуға тырысты ол. Әрине, жеке шаруа. Енесі суық жымиды. Бірақ әйел адам тұрмысқа шыққанда, күйеуінің, оның отбасының алдында белгілі бір міндеттемелер алады. Ал егер бұл міндеттемелер оған ауыр тисе, ол сөзін аяқтаған жоқ, бірақ мағынасы түсінікті еді. Айгерімнің беті дуылдап кетті. Олжас тарелкесіне үңіліп, үнсіз отыр. Мама, қойайықшы енді, деп күмілжіді ол ақыры. Мұнда тұрған не бар? Раушан Зейнолла қызы қолын жайды. Мен жай ғана қызға отбасылық қарым-қатынастың қалай құрылатынын түсіндіріп жатырмын. Біздің заманымызда әйелдер өз орнын білетін, ал қазіргілер тым еркінсіп кеткен. Еркінсіп кеткен. Жұмыс істеген үшін бе? Әлде кейде өз пікірін айтуға батылы барғаны үшін бе? Заман өзгерді, деп Ләззат қостады. Қазір әйелдер еркектермен бірдей жұмыс істейді. Дегенмен, отбасы бірінші орында тұру керек қой. Дәл солай. Енесі жанданып кетті. Отбасы бірінші орында, ал жұмыс жай ғана ермек. Олжас әйелін өзі ағасырай алады. Олжас әйелін асырай алады. Ал оның анасын, массажын, косметологын, шубасын және шипажайын кім асырайды сонда? Мен өзімді қамтамасыз етуге үйренгенмін, деді Айгерім, сабырлы қалыппен. Үйренгенің жақсы. Раушан Зейнолла қызы шайынан ұрттады. Бірақ балалы болғанда әдеттерінді өзгертуге тура келеді. Балаға мансапқор емес, ана керек. Мансапқор, демек, бітпейтін туыстарға қызмет көрсетіп, үйде отырғысы келмеген үшін ол енді мансапқор болды. Мама, жетер енді. Олжас ақыры басын көтерді. Айгерім жақсы жұмыс істейді. Оны неге сынай бересің? Кім сынап жатыр? Енесі таңғалған түр танытты. Мен жай ғана өз ойымды айттым. Әлде маған
Енді ойымды айтуға да болмай ма? Әрине болмайды. Әсіресе ол ой туыстардың көзінше келінді жерге ұрып, кемсітуге ұласса. Бірақ Олжас тағы да үндемеді. Жанжалды ушықтыруға батылы жетпеді. Келесі күні жағдай ушыға түсті. Раушан Зейнолла қызы таңертең қоңырау шалып, кешке жай ғана хал сұрап келетінін хабарлады. Дәмді бірдеңе ала келемін, үшеуміз отырамыз, деді ол көңілді дауыспен. Шер тарқатып сөйлеспегелі қашан? Шер тарқатып сөйлесу дегені келінінің қандай жаман, ұлының қандай жақсы екендігі туралы 2 сағаттық монолог тыңдау деген сөз. Айгерім тыныш кеш туралы арманмен қоштасты. Раушан Зейнолла қызы кешкі 7-де торт және гүл шоғын алып келді. Айгерім таңғалды. Енесі олардың үйіне бірдеңе сатып алушы ма еді? Бұл қандай мереке? Деп сұрады ол, гүлді алып жатып. Ешқандай. Раушан Зейнолла қызы креслоға жайғасты. Жай ғана көңіл күйім жақсы. Отбасыммен, жақын адамдармен бірге болғым келді. Жақын адамдар. Айгерім гүлді вазаға салып жатып, енесінің бұл жолы не бүлдіргелі жүргенін болжаумен болды. Айтпақшы, мен бүгін Сәуле құдағымен сөйлестім, деп бастады Раушан Зейнолла қызы шай үстінде. Ескі үйдегі көршімізше, естерінде ме? Сол кісі қызық нәрсе айтты. Айгерім сезіктеніп қалды. Енесі әңгімені алыстан бастаса, артында бір қитұрқылық жатады. Немересінің күйеуі жақында саяжай алыпты, деді ол тортқа сұқтана қарап. Көлдің жағасында, жақсы жер дейді. Балаларға таза ауада жүрген пайдалы ғой, саяжай. Айгерімнің денесі тітіркеніп кетті. Оның әжесінен мұраға қалған саяжайы бар еді. 3 жыл бұрын тиген. Шағын, бірақ жайлы, бау-бақшасы бар. Айгерім сонда барып демалатын, кейде Олжасты да ертіп алатын. Бұл енесі мен туыстарынан қашып, оңаша қалатын жалғыз мекен еді. Содан ойлап отырмын. Раушан Зейнолла қызы көзін көтерді. Біздің де саяжайымыз бар емес пе? Жай босқа тұр. Босқа тұрған жоқ, деп қарсыласты Айгерім. Біз барып тұрамыз. Барып тұрғандарың сирек қой. Енесі басын шайқады. Ал балаларға ол жер таптырмас мекен болар еді. Ана Даниярға, аяулымға таза ауа, табиғат керек. Балалар өз ата-анасының саяжайына баруына болады ғой, деді Айгерім. Оларда қайдағы саяжай? Раушан Зейнолла қызы қолын бір сілтеді. Ержан мен Ләззатта оны алатын ақша жоқ. Күләш тәтенде де жоқ. Ал мұнда дайын саяжай бар. Тек босқа шіріп жатыр. Шіріп жатқан жоқ. Бұл менің үйім. Сенікі әрине. Енесі бастарын изеді. Бірақ сен отбасылы адамсың ғой. Ал отбасында бөлісу керек. Туыстарға көмектесу керек. Бөлісу, көмектесу. Ал саяжайдың Айгерімге сүйікті әжесінен қалғаны, балалық шағының естелік екені, демалатын жалғыз жер екені есепке алынбайды ма? Раушан Зейнолла қызы. Саяжай маған өзіме керек, деді Айгерім қатаң дауыспен. Сен ол жақта жалғыз не істейсің? Енесі мырс етті. Жиі котайсың ба? Оған демалыс күндер де жетеді. Ал балалар ол жақта жаз бойы демалалар еді. Балалар жазғы лагерге немесе басқа туыстарына баруына болады. Лагерь қымбат. Басқа туыстар алыста тұрады. Раушан Зейнолла қызы ашулана бастады. Ал мұнда бәрі дайын тұр. Оның үстіне балаларға табиғат керек. Олжас, Айгерім осы уақытқа дейін үндемей отырған күйеуіне бұрылды. Бірдеңе десеңші? Олжас креслода ыңғайсыздана қозғалды. Айгерім оның қысылып отырғанын, бірақ анасына қарсы сөйлеуге батылы жетпейтін көрді. Мама, мүмкін керек емес шығар, деп күмілжіді ол. Саяжай. Қалай десеңіз де Айгерімдікі ғой. Айгерімдікі деген не сөз? Енесі түтігіп кетті. Сендер ерлі зайыптысыңдар. Бәрі ортақ билеу керек. Бәрі емес, деді Айгерім. Мұраға қалған мүлік жеке меншік болып қалады. Мәс саған. Раушан Зейнолла қызы шалқайып кетті.
Демек, Олжасқа әкесінен қалған пәтерде жеке меншік пе? Менің мұнда келуге құқығым жоқ па сонда? Айгерім қақпанға түскенін түсінді. Егер мұраның жеке меншік екенін мойындаса, пәтер тек Олжасқа тиесілі болып шығады. Ал мойындамаса, саяжайды ортақ пайдалануға беруге тура келеді. Пәтер біздің отбасылық үйіміз, деді ол абайлап. Ал саяжай демалыс орны. Сонда туыстарға демалуға болмай ма? Раушан Зейнолла қызы өкпелеген түр танытты. Әсіресе балаларға болады ғой. Бірақ қожайындардың рұқсатымен. Рұқсатымен? Енесі басын шайқады. Тыңдашы Айгерім. Сен өзің тым сараң емессің бе? Саяжай бос тұр, ал балалар қалада ыстықтан тұншығып жүр. Сараң. Жаман келін коллекциясына тағы бір теңеу қосылды. Енді ол тек еркінсіп кеткен мансапқор ғана емес. Сонымен бірге сараң. Мен сараң емеспін, деді Айгерім сабырмен. Мен жай ғана жалғыз демалыс орнымды сақтап қалғым келеді. Өзімдікі. Раушан Зейнолла қызы бетін тыржитып. Отбасында өзімдікі деген сөз болмау керек. Бәрі ортақ. Бәрі-бәріне тиесілі. Бәрі-бәріне тиесілі. Онда неге енесінің бір бөлмелі пәтері ортақ емес? Неге ешкім отбасылық жиындарды сонда өткізуді ұсынбайды? Раушан Зейнолла қызы, сізде де пәтер бар ғой, деді Айгерім. Неде сол жерге жиналмаймыз? Өйткені ол жер тар, деп саңқ етті енесі. Және ол мүлдем басқа нәрсе. Басқа нәрсе. Әрине басқа. Оның пәтері қол сұғуға болмайтын аумақ, ал бөтеннің саяжайы қоғамдық меншік. Мама, сабыр етіңізші, деді Олжас. Біз жай ғана сөйлесіп отырмыз ғой. Қандай сөйлесу бұл? Раушан Зейнолла қызы орнынан атып тұрды. Сенің әйелің туған туысты жүк көреді. Дұрыстап тамақ та бермейді. Саяжайында қызғанады. Бұл өтірік. Айгерім шыдай алмай айқайлап жіберді. Мен сіздердің туыстарыңызды әр демалыс сайын тамақтандырамын. Өз ақшама. Өз ақшана? Енесі мырс етті. Үйге жалақыны кім әкеледі? Олжас. Демек, ақша сенікі емес, отбасыныкі. Менің жалақым да отбасыныкі. Және дәл сол ақша сіздердің той-думандарыңызға кетіп жатыр. Той-думан? Раушан Зейнолла қызы басын шайқады. Естідің бе, Олжас? Ол отбасылық отырыстарды той-думан дейді. Олжас сұрланып кетті. Жерге кіріп кете жаздады. Айгерім оның өз жағында екенін. Бірақ мұны дауыстап айтуға қорқып отырғанын көрді. Болды. Мен кеттім, деді енесі сөмкесін алып. Адам құсап сөйлесеміз деп келсем, мынау. Олжас, кіммен тұрып жатқаныңды жақсылап ойлан. Әйел күйеуінің отбасын сыйлауы керек. Ал мынау, ол сөзін аяқтамастан есікті тарс жауып кетті. Пәтер іші тынышталып қалды. Құдайға шүкір, деді Айгерім демін шығарып. Енді сәл де болса тыныштық болар. Бірақ ол қателескен екен. Келесі күні нағыз шабуыл басталды. Раушан Зейнолла қызы әр 2 сағат сайын қоңырау шалып, ұлын сұрап, одан жауап алумен болды. Олжас, айтқанымды ойландың ба? Олжас, әйелім үшін ұялмайсың ба? Олжас, мен сені өмір бойы өсірдім. Ал сен қайдағы бір қыздың мені қорлауына жол беріп отырсың? Олжас қысылып, ақталып, уайымдамауын сұрап жатты. Ал кешке қарай енесінің талабы шарықтау шегіне жетті. Маған саяжайдың кілті керек, деді ол телефон тұтқасына бұйырып. Немерелерім табиғатта демалуы керек. Айгерім бала таппаса, тым болмаса осындай пайдасы тисін. Міне, бітті. Басты талап ашық айтылды. Отбасындағы тыныштық үшін саяжай кілтін беру керек. Айгерім бұл әңгімені естіп, 2 жыл бойы жиналған ашу ызаның сыртқа тепкенін сезді. Жетер. Бұдан әрі шыдай алмайды. Аналайды, деді ол ожас тұтқаны қойғанда. Менің саяжайымның кілтін ешқашан алмайды. Естідің бе? Ешқашан. Егер бұл саған ұнамаса,
Мен кетемін де, сені мамаға қайтарып беремін. Олжас әйеліне қарап, бұл жолы оның әзілдеп тұрмағанын түсінді. Жұма күні үнсіздікпен өтті. Олжас тұнжырап жүрді. Ал Раушан Зейнолла қызы әр сағат сайын қоңырау шалып, саяжай туралы соңғы жауапты талап етті. Кешке қарай Әйгерім үй телефонын өшіріп тастады. Мүмкін кілтті бере салсақ па екен, деді Олжас кешкі ас үстінде күмілжіп. Тек жазға ғана, күзде қайтарып аламыз. Әйгерім күйеуіне тесіле қарады. Олжас тіпті кішірейіп кеткендей болды. Олжас, егер менің келісімімсіз саяжайдың кілтін берсең, мен заттарымды жинап кетемін, деді ол байсалды түрде. Қалжыңдап тұрған жоқпын. Бірақ мамам қарым-қатынасты үземін деп қорқытып жатыр ғой. Үзе берсін. Маған тіпті жақсы. Олжас үндемей, шанышқымен картопты шұқылап отырып қалды. Әйгерім оның анасы мен әйелінің арасында қақпақыл болып жүргенін, бірақ таңдау жасай алмай отырғанын көрді. Сенбі күні таңертең ол әдейі ерте тұрып, саяжайға жиналды. Омаша қалып, әрі қарай не істеу керектігін ойланғысы келді. Олжас кешке жұмыстан кейін, сенбі күндері құрылыс фирмасына қосымша жұмыс істейтін, келуге уәде берді. Бара бер, деді ол әйелін көлігіне дейін шығарып салып. Мен 6-да босаймын, бірден саған барамын. Әйгерім басын изеп, жолға шықты. Жол бойы демалыс күндері әрқашан осылай. Туыстарсыз, енесіз, бітпейтін тамақ пісіру сөтсе ғой деп армандады. Саяжай қаладан 40 шақырым жерде, Қарағайлы орманның ішіндегі тыныш аумақта орналасқан. Верандасы бар шағын үй, күтілген бақ, көкөніс егілген жүйектер. Мұның бәрі әжесі тәті Шапаның естелі еді. Әйгерім бала кезінде каникулын осында өткізетін. Құймақ пісіруді, тосап қайнатуды осында үйренген. Көрші үйдегі балаға да осында ғашық болған. 3 жыл бұрын әжесі қайтыс болғаннан кейін, саяжай мұрагерлік жолмен Әйгерімге өткен. Құжаттарды рәсімдеуге жарты жыл кетті. Бірақ қазір үй ресми түрде оған тиесілі, және оны аш қарақ туыстарға беру ойында жоқ. Ол көлікті қақпаның алдына қойып, құлыпты ашуға барды. Сол кезде қақпаның сәл ашық тұрғанын байқады. Қызық, өткен демалыста жауып кеткені есінде. Әйгерім қақпаны итеріп, қатып қалды. Үйдің алдында сөмкелерін, пакеттерін, мангалын үйіп тастаған 5 адам тұр. Ең алдында спорттық киім мен кроссовка киген Раушан Зейнолла қызы жайғасқан. Жанында Күләш тәте 2 немересімен, Ержан мен Ләззат. Тағы бір бейтаныс ер адам жүр. «О, Әйгерімжан!» деді енесі сергек дауыспен. «Дәл уақытында келдің. Біз табиғатқа шығайық деп едік. Кілтті ұмытып кетіппіз. Қақпа жақта қолында болгаркасы бар жас жігіт жүр. Әйгерім оны бірден таныды. Күләш тәтенің немересі. Жүк тасушы болып істейтін, Омай Олжаны жақсы көретін Қуаныш. «Қуаныш, құралыңды жина», деп бұйырды Раушан Зейнолла қызы. Қожайын келді, өзі ашады. Әйгерім шақырылмаған қонақтарға баяу жақындады. Қуаныш болгаркасын артына жасырды. Қалғандары бұзықтық үстінде ұсталған балалардай ыржиып тұр. «Мұнда не істеп жүрсіздер?» деп сұрады Әйгерім, сабыр сақтауға тырысып. «Не істеп жүрген несі?» Раушан Зейнолла қызы таңғалғансымай танытты. «Саяжайға келдік. Күн тамаша. Балалар табиғатқа шыққысы келді». «Үй иесінің рұқсатынсыз ба?» «Біз бір отбасымыз ғой», деді Күләш тәте араласып. «Қандай рұқсат? Біз сен Қуанат деп ойладық». «Қуаныш құлыпты болгаркамен кеспекші болды ғой», деді Әйгерім. «Бұл үйде бұзып кіру деп аталады». «Ой, қойшы», деп Қуаныш ыржиды. «Жай көмектескім келді. Кілтті жоғалтып алды ма деп?» «Кілт менде. Ал сіздер мұнда шақырусыз келдіңіздер». Ыңғайсыз үнсіздік орнады. Ержан мен Ләззат бір-біріне қарады. Балалар тынышталып қалды. Раушан Зейнолла қызы бойын тіктеп, келініне суық ашумен қарады. «Әйгерім, ұятқа қалма», деді ол тістен. «Туыстар демалуға келді. Ал сен көрініс жасап тұрсың».
Туыстар бөтен үйді бұзуға келді. Бөтен? Енесі мырс етті. Айналайын-ау, сен Олжастың әйелсің. Олжас менің ұлым. Демек, саяжай соншалықты бөтен емес. Оның үстіне ол кешке өзі де келемін деген. Заң бойынша бұл саяжай маған тиесілі. Әжемнен мұраға қалған. Заң. Раушан Зейнолла қызы қолын сілтеді. Алар ождан ше. Балалар таза ауа аштықсы келеді. Ал сен заң терминдерін айтып тұрсың. Айгерім балаларға қарады. Қуаныш 25-те, Күләш тәтенің немерлері 16 және 14-те. Бойлары 1,80 см болатын дәу жігіттер. Ержанның балалары. Бұл топтағы жалғыз балалар солар ғана. Немене, тағы да тегін асым ішуге келдіңіздер ме? Деді Айгерім шыдай алмай. Шақырылмаған қонақтардың бетпақ жүздеріне қарап. Кім төлейді мұның бәрін? Бұл қателік еді. Ашық қарсылық. Раушан Зейнолла қызы дәл осыны күткендей болды. Солай де. Енесі сөмкесінен телефонын шығарды. Демек, тегін асым ішуге келдік. Жарайды, қазір көрейік, Олжас бұған не дер екен. Ол нөмірді теріп, дауыс соратқышты қосты. Бәрі демін ішіне тартты. Айгерімнің жүрегі дүрсілдеп кетті. Қазір Олжас әдеттегідей анасын жақтап шығады. Сөйтіп Айгерімге шегінуге тура келеді. Мама? Тұтқадан шашаңқы дауыс естілді. Не болды? Олжас, сенің әйелің мүлдем есіріп кетіпті. Енесінің дауысы дірілдеп шықты. Бізді саяжайға кіргізбей тұр. Құлыпты бұзуға тура келеді. Кез арада шеш мұны. Үнсіздік. Әйгерім әдеттегі ақталуды, мамамның мінезіне мән бермеш деген өтінішті естуге дайындалды. Бірақ телефоннан сондай бір боқтық сөз ақтарылды дейсін. Тіпті тәжірибелі жүк тасушы Қуаныш та таңданыстан ысқырып жіберді. Мама, сенің есім дұрыс па? Деп айқайлады Олжас. Сендер ол жақта не істеп жүрсіңдер? Кім рұқсат берді саяжайға баруға? Раушан Зейнолла қызы бозарып кетті. Телефонын түсіріп ала жаздады. Отбасылық пикниктің басқа қатысушылары ақырындап жолға қарай шегіне бастады. Олжасжан, біз тек дегені несі? Деп сөзін бөлді ұлы. Сендер жынданып кеттіңдер ме? Сұраусыз бөтен саяжайға барып, құлыпты бұзбақшы болдыңдар ма? Бандиттер сияқтысыңдар ғой. Шешеңе дауыс көтерме, деп қарсылық білдірмек болды Раушан Зейнолла қызы. Көтеремін. Олжас шынымен ашуға мінді. Сенім шабуылдарынан шашадым. Әр демалыс сайын үйді керуен сарайға айналдырасың. Әйелімді қинадың, менің де жүйкемді жұқарттың. Өзім бәрінді қуып жібергім келіп жүрген. Бірақ батылым жетпеген. Олжас, енесінің даусы шошынғаннан дірілдеп кетті. Ертеңнен бастап біз дүниеге, әсіресе саяжайға келетін жолды ұмытыңдар. Әйгерімнің демалатын жалғыз жері. Ал сендер оған да тобырмен басып кірдіңдер. Раушан Зейнолла қызының түрі сүзбедей ағарып кетті. Туыстар бір-біріне қарап, ақырындап автобус аялдамасына қарай жылыстады. Күләш тәте немерлерін жетектеп, тездетіп кетіп қалды. Ержан мен Ләззат сөмкелерін алып, олар да жолға қарай зытты. Олжас, сен түсінбей тұрсың, деп ақталуға тырысты енесі. Мен бәрін түсініп тұрмын, деп ақырды ұлы. Сенің кесіріңнен әйелімнің жекесі сыр беруге шақ қалған түсінемін. Жалақымның жартысы сенің еркелігіне кетіп жатқанын түсінемін. Және мұны тоқтататын уақыт келгенін түсінемін. Қалай дәтің барды? Барды. Егер саған менің қалай өмір сүретінім ұнамаса, өзіңше, бізсіз өмір сүре бер. Телефон үзілді. Раушан Зейнолла қызы қолында телефоны бар. Естігеніне сене алар емес. Айгерімге шок болып тұр. Олжастан мұндай жарылысты күтпеген еді. Міне көрдіңіз бе? Деді ол сабырлы болуға тырысып. Олжас өз ойын айтты. Енді өтінемін, менің жерімнен кетіңіз. Енесі баяу бұрылып келініне қарады. Көзіндегі өшпенділік соншалық. Айгерім еріксіз артқа шегінді.
Сен, деп ысылдады Раушан Зейнолла қызы. Сен менің ұлымды маған қарсы қойдың. Мен ешкімді қарсы қойған жоқпын. Ол өзі бәрін түсінді. Жоқ. Енесі алға ұмтылды. Сен оның миын уладың. Анасын сыйламайтын хайуанға айналдырдың. Ол менімен бұлай ешқашан сөйлескен емес. Мүмкін шындықты айтуға батылы жетпеген шығар. Қандай шындық? Деп шыңғырды Раушан Зейнолла қызы. Оны отбасынан бездіріп, өзімшіл, сараң қылғаным ба? Жарты қаланы өз есебінен тамақтандырудан шаршағаны ма? Деп сабырлы жауап берді Әйгерім. Өз өмірін сүргісі келетіні, сіздердің еркеліктеріңізге қызмет еткісі келмейтіні ме? Енесі бірдене деп қарсы айтқысы келді, бірақ Әйгерім сөйлетпеді. 2 жыл бойы жиналған ашу сыртқа шықты. Сізге саяжай керек пе? Әйгерім енесіне жақындады. Өзіңіз сатып алыңыз. Туыстарды жинағыңыз келе ме? Өз үйіңізге шақырыңыз. Ал біреудің мүлкіне тиіспеңіз. Сен қалай ғана? Раушан Зейнолла қызы қолын көтерді. Әйгерім оның білегінен ұстап, кеудесінен қатты итеріп жіберді. Мұндайды күтпеген енесі теңселіп барып, тасқа сырнып, жол шетіндегі шалшық суға құлады. Ойбай, деп айқайлады ол, лай судың ішінде жатып. Қуаныш көмекке ұмтылды. Жолға жетіп қалған басқа туыстар шуды естіп артына қарады. Раушан Зейнолла қызы батпаққа былғанып, әрең дегенде тұрды. Спорттық костюмы суға малынған, шашы жалбырап кеткен. Сен маған қол көтердің бе? Деді енесі ашыдан тұншығып. Мен қорғану мақсатында итердім, деді Әйгерім. Сіз бірінші қол көтердіңіз. Мен сені ешқашан кешірмеймін. Раушан Зейнолла қызы бетін сүртті. Ешқашан. Керегі де жоқ, деп иығын қиқан еткізді Әйгерім. Маған сіздің кешіріміңіз керек емес. Енесі су болған аяқ киіммен сылпылдап жолға жетті. Басқа туыстар өтіп бара жатқан автобусқа қол бұлғап тұр екен. Әйгерім оларды көзбен шығарып салып, бір түрлі жеңілдікті сезінді. Сен өзіңді осы бастан ажырасқан әйелмін деп есептей бер, деп айқайлады Раушан. Зейнолла қызы автобусқа мінер алдында. Оны әлі көрерміз, деп айқайлады Әйгерім. Автобус шаңдатып кетіп қалды. Жол бойы тынышталып қалды. Әйгерім біраз тұрып, сосын қақпаны ашып, үйге қарай беттеді. Қолы дірілдеп тұр, бірақ жаны соңғы 2 жылда болмағандай тыныш. Ол үйді ашып, ескі джинсы шалбарын киіп, бақшада жер қазуға кірісті. Қара жұмыс ойды ретке келтіруге көмектеседі. Ол жас оны қолдады. Бұл жеңіс. Ендігі бастысы оның таңдаған жолынан тайып кетпеуін қадағалау. Кешке қарай күйеуі келді. Әйгерім оны верандада салқын кваспен қарсы алды. Ал батырым, деп жымиды ол. Ерлік жасағаннан кейінгі көңіл күй қалай? Олжас креслоға шаршаңқы отырды. Түрі жүдеу, көзінің асты сінген. Мамам жарты сағат сайын қоңырау шалды, деп шағымданды ол. Дереу ажырас, маған қайтып кел деп талап етіп жатыр. Сен не дедің? Әзірге ештеңе. Истерикасы басталғанда тұтқаны қоя салам. Әйгерім жанына отырып, күйеуінің қолынан ұстады. Олжас, мен сені мақтан тұтамын. 2 жылда алғаш рет нағыз еркекше әрекет еттің. Ал мен қорқамын, деп мойындады ол. Мамам уайымнан шынымен ауырып қалуы мүмкін. Ауырмайды, деп жұбатты Әйгерім. Оның денсаулығы темірдей, жүйкесі болаттай. Бұл жай ғана манипуляция. Бірақ ол жалғыз ғой. Олжас, ол 58-де. Ересек, өз-өзіне жауап бере алатын әйел. Оны дәрменсіз бала деп санауды қой. Олжас басын изеді, бірақ әлі де күмәнданып отырғаны байқалады. Өмір бойы анасы оны менсіз күн көре алмайсың деп сендіріп келген. Бұл ойдан арылу оңай емес. Егер ол расымен дұрыс айтып жүрсе ше, деді ол ойланып. Мен шынымен рахымы жоқ бала болсам ше. Не үшін? Сені туғаны үшін бе? Бұл оның таңдауы. Өсіргені үшін бе? Бұл ана ретіндегі міндеті.
Сен оған қалыпты қарым-қатынастан артық ештеңе қарыз емессің. Бірақ ол қамқорлық жасайды ғой. Олжас, Әйгерім күйеуіне бұрылды. Сенің анаң саған емес. Сенің оның бұйрықтарын бұлжытпай орындауыңа қамқорлық жасайды. Айырмашылық бар. Олжас үнсіз күн батысына қарады. Ауада қарағай шайыры мен аскөк иісі аңқиды. Алыстан көкектің даусы естіледі. Ең қорқыныштысы не, білесің бе? Деді ол ақыры. Мен одан кішкентай бала сияқты қорқатынымды түсіндім. Бұл қалыпты жағдай, деп Әйгерім басын изеді. Қорқыныш жылдар бойы қалыптасқан. Бірақ сен алғашқы қадам жасадың. Егер ол бізді ажырастыруға тырысса ше, туыстарға сені жамандап айтса ше, айта берсін. Кім сенгісі келеді, сенеді. Кім түсінгісі келеді, мән жайды ұғады. Олар түнге дейін верандада отырды, кейде сөйлесіп, көбіне үнсіз ғана тыныштықтың рахатын көрді. Әйгерім көптен бері алғаш рет өзін еркін сезінді. Ал қалада Раушан Зейнолла қызы құрғақ киімін киіп алып, барлық таныстары мен туыстарына қоңырау шалып жатты. Келінінің оны қалай ұрғанын, ұлының қалай сатып кеткенін, жылдар бойы жиған беделінің қалай құлағанын айтып жылады. Елестетесің бе, Ғалия, деп егілді ол құрбысына. Өз ұлым мені. Осының бәрі ана жыланның кесірі. Мүмкін, бәрі онша жаман емес шығар, деп абайлап сұрады Ғалия. Сабырмен сөйлесіп көрсеңші. Онымен сөйлесу пайдасыз, деп өксіп жылады Раушан Зейнолла қызы. Ана қатын оны маған қарсы қойды. Бірақ мен берілмеймін. Мен бәріне оның қандай екенін дәлелдеймін. Құрбысы аяушылық білдіріп тұтқаны қойды. Раушан Зейнолла қызы тізім бойынша әрі қарай қоңырау шала берді. Түн ортасына дейін жарты әулетке хабарласып, оқиғаны өз нұсқасымен жеткізді. Ал Әйгерім мен Олжас бұл уақытта саяжайда от жағып, картоп пісіріп, болашаққа жоспар құрып отырған еді. 2 жылда алғаш рет олар өздерін шын мәнінде еркін сезінді. Бірақ бұл қуаныш әлі ерте еді. Нағыз соғыс енді басталды. Жексенбі күні таңғы 05:30-да телефон шырылдады. Әйгерім тұтқаны іздеп тапты. Олжас, Раушан Зейнолла қызының жан даусы жатын бөлмені жаңғыртып жіберді. Тез жет, жүрегім, өліп барам. Олжас атып тұрды. Әйгерім дауыс сорайтқышты қосты. Мама, не болды? Деп уайымдады Олжас. Түнімен ұйықтамадым, деп жылады енесі. Жүрегім шаншып, қан қысымым көтеріліп кетті. Бәрі кешегі стресстен. Сенің әйелің мені өлтіретін болды. Әйгерім көзін аспанға қаратты. Классикалық әдіс басталды. Ауру, ұлын қайтарудың амалы. Мама, жедел жәрдем шақырайын ба? Деді Олжас. Жедел жәрдем керек емес, деп бірден бас тартты Раушан Зейнолла қызы. Маған сен кересің. Мені тек сен ғана құтқара аласың. Тез кел. Олжас әйеліне шарасыз көзбен қарады. Әйгерім басын шайқады. Сенбе, бұл спектакль. Мама, мен қазір бара алмаймын, деді ол нық дауыспен. Біз саяжайдамыз. Саяжайда? Енесінің дауысы шектен шығып кетті. Мен мұнда өлейін деп жатырмын. Ал сендер сол қарғыс атқыр саяжайда сайран салып жүрсіңдер ме? Я, біз демалып жатырмыз. Олжас, сен анаң мен ана арасында таңдау жасап тұрсың ба? Мен таңдау жасап қойдым, мама. Жарайды. Осы сөзіңді ұмытпа. Мен өлгенде есіне түсіресің. Мама, тынышталшы. Тынышталмаймын, деп ақырды енесі. Өлім аузындағы адам үшін даусы тым қатты шықты. Егер саған қатының қымбат болса, менсіз өмір сүре бер. Телефон үзілді. Олжас қалаға жиналғысы келіп, әрең тұр. Ойлама да, деді Әйгерім. Бұл кәдімгі манипуляция. Сен бармаймын дегенде қалай тез тіріліп кеткенін байқадың ба? Егер шынымен ауырып тұрса ше. Онда жедел жәрдем шақырар еді, немесе көршілерге жүгірер еді.
Оған керегі сен, кезекті жанжал шығару үшін. Олжас басын изеді, бірақ сенімсіз көрінді. Әйгерім түсінді. Анасы өмір бойы оны кез келген сырқатым өлімге әкелет деп қорқытып келген. Бір сағаттан кейін телефон тағы шырылдады. Бұл жолы Күләш тәте. Олжасжан, не істеп жатырсың? Деді ол жазғыра сөйлеп. Раушан сондай жаман күйде. Түнімен ұйықтамадым дейді. Жүрегі ауырып тұр екен. Күләш тәте, сіз оның қасындасыз ба? Әрине қасындамын. Таңертең хабарласып шақырды. Өңі бозарып кеткен, қатты қапалы. Әйгерім мырс етті. Демек, өлім аузындағы енесі туыстарға хабарласып, Күләш тәтені шақырып үлгерген. Агонияға мүлдем ұқсамайды. Олжасжан, тез кел, деп жалғастырды Күләш тәте. Ана біреу ғана. Ал әйел? Әйел деген табылады ғой. Ананың орны бөлек. Анама айтыңыз. Егер ауырып тұрса, дәрігер шақырсын. Деп жауап берді Олжас, сабырлы қалыппен. Ал мен кешке саяжайдан қайтқанда барамын. Кешке кеш болуы мүмкін, деп шошыды Күләш тәте. Егер жағдай соншалықты ауыр болса, неге дәрігер шақырмайсыздар? Деп сұрады Олжас, сол кезде тұтқаны тастай салды. Әйгерім күйеуіне мақтанышпен қарады. Жарайды, берілмей тұр. Бірақ Раушан Зейноллақызы мұнымен тоқтамады. Күні бойы барлық туыстар кезекпен қоңырау шалды. Ержан мен Ләззат, Ғалия мен күйеуі, бөлелері. Бәрі бір ауыздан Раушан Зейноллақызының қайырсыз ұлы мен оның сұм әйелінен қалай жапа шегіп жатқанын айтты. Олжас, не істеп жатқанымды түсінесің бе? Деді Ғалия. Анаң саған бүкіл өмірін арнады. Ал сен оны бір қыз үшін тастап кетесің бе? Олжас, есіңді жи, деді Ержан. Раушан ақкөңіл адам ғой, ал сенің әйелің өзің білесің ғой. Олжас, туыстан артық ештеңе жоқ, деп ақыл айтты бөлесінің әйелі. Әйел деген келеді кетеді, ал отбасы қалады. Түске қарай Олжастың жүйкесі сыр бере бастады. Ол телефонын өшіріп, верандада бір нүктеге қарап отырып қалды. Мүмкін барып қайтармын, деді ол әйеліне. Тым болмаса жағдайын білейін. Бүгін барсаң, ертең ол басқа бірдеңе ойлап табады, деп жауап берді Әйгерім. Олжас, егер қазір берілсең, бәрі баяғыдай болады. Тіпті одан да жаман болады. Бірақ бәрі мені кінәлап жатыр. Бәрі сенің анаңның айтқанын қайталап жатыр. Олжас басын изеді. Бірақ екідай күйде екені көрініп тұр. Аналық манипуляция мінсіз жұмыс істеп тұрды. Кешке қалаға оралғанда, подъездің алдында Раушан Зейноллақызы бастаған бір топ туысқан тұрды. Енесі таңертең жүрек талмасы ұстаған адамға қарағанда тым ширақ көрінді. Олжасжан! Ол ұлына құшағын жая ұмтылды. Құлыным менің. Мама, қалайсың? Жүрегің ше? Сені көргенде жазылып кеттім, деп елжіреді Раушан Зейноллақызы. Сенсіз өмір жоқ қой маған, балам. Әйгерім шетте тұрып, мына спектакльді бақылап тұрды. Туыстар Олжасты қоршап алған. Әр қайсысы оның қылығы туралы пікір білдіруді парыз санайды. Олжас, анаңа былай істеуге қалай дәтің барды? Деп сөкті Күләш тәте. Олжас, есіңді жи. Әлде кеш емес, деді Ержан. Олжас, отбасы бәрінен биік, деп қостады Ләззат. Раушан Зейноллақызы осы хордың ортасында тұрып, ұлына үнсіз қарады. Оның сынып, кешірім сұрағанын күтті. Мама, сөйлесейікші, деді ақыры Олжас. Бірақ оңаша. Мұнда бөгде адам жоқ, деп қатқыл жауап берді енесі. Бұл сенің отбасың, туғандарың. Менің отбасым әйелім. Әйел. Раушан Зейноллақызы Әйгерімге жиіркенішпен қарады. Мені балшыққа итерген. Балалардың таза ауа жұтуына тыйым салған мынау ма? Мама, саяжай Әйгерімдікі. Кімді кіргізу керектігін өзі шешеді. Құқығы бар дейсің бе? Енесі басын шайқады. Олжас,
Ол сені отбасынан бездіріп, туыстарына қарсы қойып жатқанын көрмей тұрсың ба? Ешкім мені қарсы қойып жатқан жоқ. Мен өзім бәрін түсінемін. Не түсінесің? Раушан Зейнолла қызының даусы суып кетті. Анаңның енді керек емес екенін бе? Керексің. Бірақ менің өміріме қожайындық ететін адам ретінде емес. Үнсіздік орнады. Туыстар әңгіменің салмақты екенін сезіп, бір-біріне қарасты. Демек, сенің өміріне қожайын мынау болғаны ғой. Раушан Зейнолла қызы Айгерімді нұсқады. Менің өмірімнің қожайыны мен өзім, деп нық жауап берді Олжас. Ал Айгерім, менің әйерім және серігім. Серігім? Енесі мырс етті. Әдемі естіледі екен. Ал сол серігің сенің өміріне проблемадан басқа не әкелді? Махаббат, түсіністік, қолдау. Қолдау? Раушан Зейнолла қызы қарқылдап күлді. Ол сені отбасынан алшақтатты. Туғандарыма жат қылды. Ол менің көзімді ашты. Неге көзімді ашты? Олжас терең тыныс алды. Айгерім оның шешуші сөзге дайындалып тұрғанын көрді. Мама, мен сенің кестемен өмір сүруден шаршадым. Әр демалыс сайын жарты қаланы тамақтандырудан шаршадым. Жалақымның жартысын сенің қалауыңа шашудан шаршадым. Саған жоқ дей алмағаным үшін әйелімнің алдында ақталудан шаршадым. Қалауым? Енесі бозарып кетті. Сен аналық қамқорлықты қалау, еркелік, деп тұрсың ба? 100 000 теңгелік шуба. Қалау. Шипажайға жолдама. Қалау. Апта сайынғы туыстарға арналған той думан, ол да қалау. Олжас! Деп шыңғырды Раушан Зейнолла қызы. Қалай дәтім барды? Барды. Өйткені енді сенің ренжігеніңнен қорықпаймын. Туыстар ауыздарын ашып қалды. Момын Олжастан мұндайды ешкім күтпеген. Жарайды, деді енесі суық дауыспен. Егер мен саған ауыртпалық болсам, таңда. Не мына қатын, не мен. Мен таңдап қойдым, деді Олжас сабырлы. Мен әйелімді таңдадым. Раушан Зейнолла қызы шапалақпен ұрғандай теңселіп кетті. Күләш тәте ойбайлап жүрегін ұстады. Ержан мен Ләззат сенбегендей бір-біріне қарады. Сен шынымен менің орныма оны таңдадың ба? Деп сыбырлады енесі. Мен тұрақты күйзелістің орнына қалыпты отбасылы өмірді таңдадым. Онда сенің бұдан былай анам жоқ. Мен сен үшін өлдім. Мама, үндеме, деп ақырды ол. Сен таңдау жасадың. Енді сонымен өмір сүр. Енесі кілт бұрылып, көлігіне қарай жүрді. Туыстар оның соңынан еріп, Олжас пен Айгерімге жазғыра қарап бара жатты. Олжас, әлі өкінесің, деп айқайлады Күләш тәте. Ондай анадан айырылу, деп басын шайқады Ержан. Әйел табылады, ана біреу-ақ, деп қорытындылады Ләззат. Көліктер шыңдатып кетіп қалды. Олжас олардың соңынан қарап тұрды. Бетінен жас парлап ағып жатты. Бітті, деді ол ақырын. Енді мен ресми түрде жетіммін. Айгерім күйеуінің иығынан құшақтады. Сен жетім емессің. Сенде мен бармын. Балаларымыз болады. Және бопсалаусыз, манипуляциясыз, қалыпты адамгершілік қарым-қатынас болады. Ажырасудан кейінгі алғашқы күндер ауыр болды. Раушан Зейнолла қызы барлық таныстары мен алыс туыстарына қоңырау шалып, оқиғаны өз нұсқасымен жеткізді. Олжасты қайырсыз ол, Айгерімді ажырастырушы мыстан қылып көрсетті. Кейбіреулер сенді, біреулер күмәнданды. Жас отбасын ашық қолдағандар да болды. Сөйтсе, Раушан Зейнолла қызының қылығы көптен бері талайдың жынына тиіп жүрген екен. Мен сенің қалай штап жүргеніңе таңғалатынмын, деді көршісі Анна Петровна. Сондай бетпақ әйел пәтерді кервен сарай қылып жіберді. Әлі қоймайды. Иә, біз бәрін көріп жүрміз, деп қостады аула сыпырушы Василияға. Әр демалыс сайын тобыр.
подъезде қоқыс. Түнге дейін шу. Сосын өзін дұрыс қарсы алмады деп ренжиді тағы. Біртіндеп өмір қалыпқа түсті. Демалыс күндерін саяжайда немесе үйде екеуі өткізетін болды. Ешкім ескертусіз басып кірмейді. Дастарқан жаюды талап етпейді. Жанжал шығармайды. Олжас басында өзін кінәлі сезінгенмен, біртіндеп еркіндікке үйрене бастады. Бұрын анасының еркелігіне кететін ақша енді демалыс пен жөндеу жұмыстарына жинала бастады. Білесің бе, деді ол бірде кешкісін. Мен тұрақты, стрессіз өмір сүрудің қандай жақсы екенін білмеппін. Міне керемет, деп күлімсіреді Әйгерім. Енді бала туралы ойланайық. Баланы олар көптен жоспарлап жүрген, бірақ енесінің қысымы бар ынтаны жойып жіберетін. Жарты жылдан кейін Әйгерім жүкті болды. Олжас балаша қуанды, бірақ кейде мұңайып қалатын. Немересін көрмейтіні өкінішті, деді ол бірде. Мүмкін көрер, деп жауап берді Әйгерім. Бірінші қадам содан болу керек. Бірақ Раушан Зейнолла қызына туған немересі қызық емес еді. Ол күйеуі қайтқан соң 3 бөлмелі пәтерде жалғыз қалған Күләш тәтенің үйіне көшіп барды. Үлкен немерлері өсіп, бөлек кеткен. Кенжесі үйде сирек болатын. Сондықтан серік болғаны жақсы болды. Немересінің туғанын Раушан Зейнолла қызы Олжасты дүкенде коляскамен көрген көршісінен естіді. Раушан Зейнолла қызы, сіз немерелі болыпсыз ғой, деп сүйіншіледі ол кездескенде. Менің ұлым жоқ, демек немерем де жоқ, деп суық жауап берді енесі. Бұл шындық еді. Ара қатынас үзілген 5 жыл ішінде олар тек дүкенде немесе көшеде кездесіп қалатын. Құрғақ амандасып, үнсіз өте шығатын. Тәкаппарлық отбасыға деген махаббаттан күшті болып шықты. Ал отбасы жаңжалсыз, өкпе ренжісіз және бопсалаусыз өмір сүре берді. Жай ғана бақытты өмір сүрді. Және бұл осы соғыстағы ең үлкен жеңіс еді.